Павлодарда Жасыл ел еңбек жасағының 14-ші маусымының жабылу салтанаты өтті. Жыл сайын қатары көбейіп келе жатқан штабта қазіргі таңда 94 отряд жұмыс істейді. 2018 жылды қорытындылауға арналған шарада белсенділігімен көзге түскен сарбаздар, командирлер мен жұмыс берушілер алғыс хат сыйлықтармен марапатталды. Жасыл ел жастары жасағы қатарына биыл 2500 адам қабылданып, еңбекпен қамтылды. Жыл соңына дейін аудандық жерлерден тағы 200 азамат жұмысқа алынады деп жоспарланған. 94 отрядтан жасақталған штабта бүгінгі күні жасылдандырудан тыс өзге де маңызды шаралар қолға алынған. Екі қолға бір күрек іздеген жастар құрылысқа, мәдениетке және әлеуметтік істерге де белсене араласуда. Биыл Павлодар облысы бойынша 50-ден астам көп жасақ жұмыс жасады. Бізде мысалы Павлодар қаласы бойынша 14 колледж бен 3 жоғары оқу орындары және де археологиялық қазба жұмыстарын жасаған жасақтар жұмыс жасады. Ең қызықты деген республика бойынша ондай ең қызықты жасақ бізде ол су асты жасағы. Бізде Торайғыр мен Жасыбай көлінің су астын тазалау жұмыстарымен айналысты. Жақында ғана міне республика бойынша ең бірінші болып Жасыл ел есімдері атты фотокөрмені өткіздік. Жасыл ел сарбаздары құрылыс алаңдарында көбістің басын қайыруға көмектесті. Солардың ішінде Усолка шағын ауданында салынып жатқан жүзу бассейні мен Сарыарқадағы құрылыстарды атап өтуге болады. Қаламызға осы жыл көп сыйлық жасадық. Оның бірі тәуелсіздік екі үйінде тұрған бүркітші суреті, үлкен 5 этаждық үйді, және де Усолка шағын ауданында және де Ертіс жағалауында бізде жеке қоқыс тазалайтын жәшіктер орнаттық. Салтанатты шарада белсенді деген сарбаздар, командирлер мен жұмыс берушілер алғыс хат сыйлықтармен марапатталды. Олардың арасында Павлодар түсті металлургия колледжінің студенттері мен олардың жетекшісі көзге түскен. Бұл программа бойынша, бағдарлама бойынша жаңағы жұмыс атқару студенттерге өте қолайлы. Жаз уақытында бос уақытын студенттердің жаңағы қамту және елімізге, осы қаламызға әсері өте үлкен деп есептеймін, және қазағым қалдырған үлкен жерімізге біз үлесімізді қосуға әзірміз. Сарбаздар өз жұмысын қыста да жалғастырамыз дейді. Еріктілер жасағы жалғызбасты қарияларға үй шаруасы бойынша көмек көрсетпек. Гүлден Төлеген, Анатолий Классин, Ертіс ақпарат.